Оқушылар, біз бүгін 6 сыныптың 9 бөлім бойынша жиынтық бағалауын талдайтын боламыз. Транспорт тақырыбындағы бізде бір жұбы үнемі 2 тапсырмадан тұрады. Біріншісі reading, яғни текстті оқып, беріліп тұрған, яғни мына кестені толықтыруымыз керек. Яғни бұл шетте бұның несі тұр, яғни анықтамасы, соның қай сөз екенін табуымыз керек. Енді біз бұл railways дегеніміз, яғни бұл пойыз жол дегенді білдіреді, темір жол яғни. Бірден дұрыс жауабын көрсетейін. Network, distance, railway, passenger, engine. Осылардың бізге 5 дұрыс жауабы, яғни несі беріліп тұр, анықтамасы беріліп тұр. Rights деген жазбайсыздар, тек қана network, distance, network яғни интернет, distance, дистанционный, яғни қашықтықтан деген сөз. Railway жаңағы жол, темір жол, passenger, пассажир, жолаушы яғни, және engine бұл әртүрлі мағына білдіреді, яғни бұл жерде қатысу деген мағынада болуы мүмкін. Немесе зат есім болуы да мүмкін. Екіншісіне көбірек тоқталамыз. Writing, жазылым. Write a factual or fictitious story about your way to school. You can use the picture below or you can write about your own road to school. Яғни мынау суретті пайдаланып, біз мектепке баратын жолды сипаттауымыз керек. Соның ішінде ол 2 абзацтан тұру керек, but and оны қолдануымыз керек, және дұрыс пунктуация, яғни тыныс белгілерін қоюымыз керек. My school is big and beautiful. Мен and but оны қолдануға тырыстым. Менің мектебім үлкен және әдемі. I like going to school. Мектепке ұнатамын. Because I learn new things and meet my friends. Себебі мен жаңа нәрселерді үйренемін және достарыммен кездесемін. But the way to school from my home is too long. Бірақ, яғни мектептен үйге дейінгі жол өте ұзақ. I go through post office or movie theater. Мен, яғни почтамен тура жүремін, немесе кинотеатрмен тура жүремін. Then turn right, turn left close to hospital. Одан кейін оңға бұрылам, және сол больницаның қасына жақынырақ солға бұрылам. My school is next to school. Менің мектебім мектептен кейін келесі орналасқан. Яғни бұл жерде біз картаны қолдануымыз керек, және сонымен қатар and but оны қолдануымыз керек. Бізде 2 абзац шықты. Мінекей қысқаша осылай, өздерің өзгертіп, картаға қарап, орындарын өзгертсеңдер де болады. Сұрақ болса комментарийға жазып, маған лайк басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліңдер. Goodbye, good luck to you. Сәттілік тілеймін оқушылар, сау болыңдар.